Білезіктің алдыңғы аймағының пассивойна топографиясы. Мінекей мына суретте бізде қазір білезік сүйектері, бірінші S дегеніміз ол қайық тәрізді сүйегі, ос феноидиум. Одан кейін L это ос лунатум, яғни жарты ай тәрізді сүйек. T это ос тригуэтрум, яғни үш қырлы. Одан кейін F это ос писиформис, яғни бұршақ тәрізді сүйек. Енді қараңыздар, ең бірінші білектің мінекей теріс қабаты номер 1. Тері қабаты жұқа болып келеді. Одан кейін келесі терасты шелмай қабаты номер 2. Енді терасты шелмай қабатында латеральды жақтан жататын ол вена цефалика болып табылады, номер 3. И вена цефаликаның жанында всегда білеміз, нервус кутанеус антибрахилатералис жатады. Ал медиалды жақтан жататын ол бізде номер 4 вена базилика. Және вена базиликаның қасында жүретін нервус кутанеус антибрахи медиалис болып табылады. Енді достар, одан кейін келесі қабат бізде бетке фация болып табылады. Бетке фация. Бетке фация ол бізде аталған бұлшықеттерді және білезік сүйектерінің сыртынан қаптап өтеді. Номер 5 бетке фация. Бетке фациядан кейін бізде писиформис бар ғой, бұршақ тәрізді және қайық тәрізді білезік сүйектерінің және арасында бізде бүккіштердің жазғышы, бүккіш ұстағышы болады. Яғни бүккіш ұстағышы дегеніміз оны латынша біз ретинакулум флексорум деп атаймыз. Номер 6. Ретинакулум флексорум. Осы ретинакулум флексорумнан бізде бетке фация бар ғой. Бетке фация керекте ретинакулум флексорумның писиформиске бекінген жеріне қарай осылай атрогия қалқа жібереді. Бұл жерде бізде каналис ульнарис түзіледі. Яғни бұл бізде шынтақ каналы. Оның құрамында не бар десе, сіздер айтасыздар мінекей. Оның құрамында артерия ульнарис және нервус ульнарис номер 7. Артерия және нервус ульнарис болады деп айтасыздар. Енді келесі осы ретинакулум флексорумнан бізде неге қарай, қайық тәрізді сүйекке қарай тағы да бір осындай не кетеді, пластинка сияқты құрылым кетеді. Осының арасында орналасқан каналды біз айтамыз каналис радиалис дейміз. Номер 8. Каналис радиалис, каналис ульнарис, каналис радиалис. Енді оның құрамына не кіреді десек, біз каналис радиалисін айтамыз. Құрамына кіретін номер 9. Ол бізде жаңағы тендон флексор карпи радиалис болып табылады. Яғни кәрі жіліктің бүккіш сіңірі. Енді қараңыздар, осы екеуінің арасында орналасқан тағы да бір үлкен канал бар. Ол бізде каналис деп аталады, номер 10. Каналис жаңағы карпи деп аталады, яғни білезік каналы. Оның құрамына не кіреді десе, сіздер айтасыздар, оның құрамына кіретін ең бірінші номер 11. Ол флексор жаңағы полисес лонгус тендон, яғни бас бармақтың ұзын бұлшық, яғни ұзын бүккішінің сіңірі кіреді. Және бұл жерде бізде 8 сіңір бар, яғни бір капсулада жататын. Біз оны айтамыз флексор дигиториум суперфициалис тендон деп, номер 12. Яғни саусақтардың бетке бүккішінің сіңірлері кіреді осы білек каналына, и жаңа бас бармақтың бүккіш сіңірі кіреді екен. Және бұл жерде ең маңызды құрылым ол бізде номер 13 нервус медианус болып табылады, яғни ортаңғы нерв кіреді екен. Сонымен достар, алдыңғы білек аймағында 3 каналда ажыраттық. Ол каналис ульнарис, каналис радиалис және каналис карпи. Оның құрамынан каналис ульнарисінің құрамына кіретін артерия және нервус ульнарис, каналис радиалистің құрамына кіретін тендон флексор карпи радиалис, ал бізде білек каналы каналис карпидің құрамына кіретін ол флексор дигиториум суперфициалис тендон, и мына жерде тендон жаңағы полисес лонгус болып табылады. И ең маңыздысы нервус медианусты ұмытып кетпеңіздер. Жалпы білектің алдыңғы аймағы бойынша осы.